Ибн Сирин деген. Қараңыз қандай нәрсені айтады. Мен дейді, өмірімнің бір жасына келген кезде үлкен қарызды жүктеп алдым дейді мойныма. Қарыз қайтара алмаймын дейді. Қайтара алмаймын жаңа қарыз. Үлкен қарызға кіріп кеттім дейді. Содан көзімді жеткізді дейді Алла Тағала. Қайдан келген бұл қарыздың? Не үшін қарыз мойныма ілігіп кеткен? Бір кісіге мен осыдан 40 жыл бұрын айтқам дейді. 40 жыл бұрын бір адаммен бүйтіп сөйлесіп тұрып, ей тақырға отырушы деп айтып қалғам дейді. Я муфлис деп айтып қалғам дейді. Муфлис деген тақырға отырушы деген сөз. Сол сөзім үшін 40 жылдан кейін келді дейді қана кесірі. Қарызды мойныма іліп қойды дейді Алла Тағала. Қарызды қайтара алмай жүрмін. Сондықтан әрбір болып жатқан істер, құрметті жамағат, ойламаңыздар, ол жаңағыдай бір тақуаларды сынап, бір сахабаларды сынағандай бір сынақтар келіп жатыр.